Сәлеметсіз бе Оңғар аға? Сәлемет пе? Мен қазір жастардың сөйлеу тіліндегі тілдік ерекшеліктер туралы зерттеу жасап жүрмін. Соған байланысты мен сіздің "Біз қалай сөйлейміз" деген кітабыңызбен таныстым. Онда тіл тазалығы, дұрыс сөйлеу, сауатты жазу туралы көптеген тілші, ғалымдардың, әдебиетшілердің пікірлерімен таныстым. Айтып жазып шығу деген оңай емес. Соны бірнеше жыл қағазға түсіріп, 2021 жылы біз қалай сөйлейміз деген 300 беттік кітап жасап басып шығардым. Және бұл кітаптың жалғасы тағы да осындай көлемде болатын. Соны Тіл білімі институты Ахмет Байтұрсынов атындағы. Солар қолдауымен екі кітапты біріктірген мынандай кітапты жасап 32 баспа табақтық үлкен кітап шығардық. Бұл кітаптың құндылығы жағы әрине бұл жердегі дұрыс, өте қуаныштымын. Сол кітапты түгел жаттамасаң да бір қарап шықсаң біраз сауатың ашылады. Осы кітапты қарау арқылы көптеген сөздерімізді түзетуімізге болады. Жастар тілінде қандай стильдік қателіктер көп кездеседі? Мен жаңа ғана сөзімді айтқандай, қазіргі кезде жастар арасында осындай сырттан енген сөздерді көбірек қолдану, көбірек етек алып отыр. Мысалы, жақында ғана бір мектепте мұғалімдер күніне байланысты оқушылар мұғалімдерге сабақ өтетін дәстүрлері бар екен. Сонда оқушылар, бір-екі оқушы 10-15 мұғалімді отырыс бойы сабақ өткен ғой. Сонда мынандай бір сөздерді жасырған. Мен енді осыны оқып берейін. Осы сөздерді қалай дейді? Сіздер түсінесіздер ме дегені ғой. Skill дейді. Skill екі елмен аяқталады. Abuser, cringe, угар деген сөзді жасырады. Осыны табыңыздар дейді. Сонда міне 35-40-тан асқан мұғалімдер бұл сөздерді түсінбейді.